Selam aleyküm dostlar. Merhaba arkadaşlar. Sizlerden yanına konu karşılamaya biz pek memnunuz. Bugün stüdyodan men Feride ve dostum Elina çalışacağımız. Feride, sen geçken yayınımızı hatırlaysın mı? Evet, geçken yayında Cüneyke bizge kainat haqida tarif etdi. Bugün men bu mevzuni devam etmek gerek deb düşünüyorum. Fikirlerine qo'shilam, ama kel başta birinchi lavhamizni seyretaylik. Ночью надо спать, чтобы появилась энергия, чтобы чуть-чуть вырасти. Что набираться сил и идти в детский сад. Значит, нужно спать, чтобы хорошо расти и чтобы наши органы работали. Потому что отдохнуть, потому что устаешься. Устала выспаться. Тоже набираться сил. Потому что ты весь день устаешь и хочешь ночью спать. Днем всегда светло, а ночью становится темнее и темнее. Білесіңбі, Фериде, кечкен yayından so'ng men kainat haqida o'qimaga qarar aldım. Meraklı malumat topdinmi, Elina? Açqanımdan birinci topgan ma'lumatim ayaqında oldu. Pek meraklı. Tez paylaşsam pek yaxshi olur edi. Men ve seyircilerimizin sabırı biter. Ay üstünde kaldırılgan izler içde silin ve milyon yıllarga saklana eken. Vay, ya bunun sebebi nasıl? Sebebini navbatdagi lavhamizdan so'ng bilmaga taklif etim. Привет, ребята! С вами рубрика Чибер Эль Чиклер. И сегодня мы сделаем самую любимую детскую забаву – это слаймы. Для изготовления нам понадобится клей ПВА, волшебный загуститель, мы возьмем тетраборат натрия, продается в любой аптеке, тарелочка для замешивания, легкий пластилин и блестки. Смешиваем клей ПВА и понемногу добавляем тетрабората натрия. Наша масса постепенно загустевает. Перемешиваем ее до тех пор, пока она не начнет отлипать от тарелочки. По необходимости понемногу добавляем еще загустителя. Вот этот момент, когда слаймик уже отстает от тарелочки, его можно брать в руки. Для придания цвета будем использовать легкий пластилин. Я хочу сделать двухцветный слайм. Слайм нужно очень хорошо вымешать, тогда он не будет прилипать к рукам и красиво тянуться. Наш слайм готов, упаковываем его в контейнер и посыпаем блестками. Если вы все сделали правильно, ваш слайм растягивается легко и просто. Но если не получилось, не отчаивайтесь. Всегда можно исправить, например, добавив немного зубной пасты. Смотрите нашу рубрику и творите вместе с нами. Развивайте мелкую моторику. Корышкенджи!
Бақса, Элина, левхамы солған вақытта ой суалиме жауап қыдырдым, ама олі да тапып оламадым. Асылында жауап қолай. Излер ай үстінде оның атмосферасы олмағаны үшін сақланып қала. Бет, атмосфера олмаса, анда ел есмей, яғмур яғмай, оның үшін де излерді қала. Сені кайнаттан не мерақландыра, Фериде? Мені пек чоқ адамлар кыбы йылдызлар мерақландыралы. Да, доғрысы оларының сайысы. Мен белесем оларны сайып чықмаға мүмкіндігі. Сен бұл фікірінде яңлашасың, Элина. Ама делелерін сон, левхамыздан сон айтарым. Иван Айвазовский белі деңіз ресамы. Оның керчек ады Ованес Айвазян. О аяты девамында 6000-ге якын уникаль ресім яратты. Ресімлерінің esas мевзусы Қара деңіздір. Иван Айвазовскийге бір эсер яратмақ үшін орта қарар 2 саат керек еді. Иван Айвазовскийнің ресім галереясы Кефе шәрінің зиярет варақасы. Галерея 1846 сенесі açылып, бүгінгі күнге қадар çalışмақта. Мұндаки экспозицияда 416 дане мешур ресімні көрмеге мүмкін. Мольберт, бояви фырчалар. Бұл ерде ресамның шақси шейлерні де көрмеге мүмкін. Далғалар арасында Айвазовскийнің ең балабан ресімі. Ресам оны 10 күн девамында яратты. Сон, Фериде, йылдызларны сайған адамлар бар демеге істейсің ма? Бет, алимлер галактикамыздaki йылдызларының сайысыны чоқ вақыттан берлі өгренменге істейлер. Оларның бірде-бір нәтижесі бардыр деп түшінем. Бар. Алимлер йылдызларының сайысыны тахмин еттілер. Мен білесем мұнда баш сөз тахмин етмек. Бет, алимлер Балбан кайнат yolunda 200 миллиардтан 400 миллиардқа қадар йылдыз олғаныны тахмин еттілер. Охо, аз дегіл. Сөз келімі яйнымыздың левхалар sayısı да аз дегіл. Бақамыз, достлар. Selam алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Эльмас ve kardeşim Ayşe çalışamыз. Файдалы хаберлерден башлаймыз. Алимлер біз балар үшін мерақлы көзі төбінен пайлаштылар. Олар бала ve өсмірлерге яшаманың қайда файдалы олғаныны анықладылар. Сыналған ерлер арасында орман ve çöller, deniz ve ozenler бар еді. Нәтижелерге көре bu cedvenin içinde en faydalı orman ve parklar çıktı. Deniz ve ozen yalları ise fayda ketergen yerlerinin en sonki basamağında tura. Yani balarına yaxşı оқып inkişaf etmesi için çokça orman ve çeşit parklarını gezmek gerek eken. Söz kelimi talebelerini ormanlarga avislendirmek için çeşit meraklı leyhalar uydurulgan. Onlardan bir kısım Kırım'da da amelge geçerili ve bizim gençlerini pek meraklandıra. Bugünkü bu haberlerinin episodi. Gelecek yanlarımızı kaçırmanız. Элина, галактикамыз ақта да бір мерақлы мәлуматым бар. Мен бақам, Фериде, сен де kainatне мерақланасың. Пек чекіде мевзум. Не демеге істедім? Kainatта ел 40-қа яқын йылдыз доға екен. Gerçekten mi? Demek yıldızlarının sayısı hep çoğlaşmakta. Onun için kainatта pek çok yıldız olғанына айталар. Da kosmos тынчылықны sevgen adamlar келеші деп айталар. Не için Элина yayınımızdan son айтырсың? Числение R bir yaxsılığı harta күн-күнде бузула большой тош топrak харахышның огынде. Demek тынчылықны sevgen adamlar kosmosunu beginmek gerekler деп айттым. Aynı öyle ayttın. Ama ne için? Çünkü kainatta толы sessizlik hüküm süre eken.
Демек, тынчлыкны кыдырсан, кайнатка кетмек керек. Шаха итесін деп үміт етем Фериде. Бет шаха, ама непетеки малюматым жиди. Кайнатта бір бізге таныш олған құқылар денеше екен. Тек құқылар дегіл лежетлер де денеше екен. Ләкин біздің рубрикамыз іч бір бақыт денешмей. Бақамыз, достлар! Селям алейкум, балачықлар! Луғачық рубрикамыздың вақыты келді ве біз сізнен вақыт олғаны кабы чешіт ибарелеріні огренмеге девам етеміз. Бүгін мен сізге қырым-татар фразеологизмлерінің ве оларының рус тіліне тержімесіні огренмеге теклif етем. Аваға савурмақ, бросать на ветер. Авада асылы қалмақ, висеть в воздухе. Авасына ойнамақ, плясать под чью-то дудку. Ақылға сығмай, уму непостижимо. Көзге көрінмек, бросаться в глаза. Көзден ғайып етмек, упускать из виду. Көзде тұтмақ, иметь в виду. Балачықлар бойлек абы фразеологизм абарелеріні ось нұтығынызда қолансаңыз, омыт ваққа гүзел ве парлақ олажақтыр. Мені сізлерінен сағлықлашам, Луғачық рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Пек мерақлы малюматлар, Элина. Базы шейлерге нанмаға ағыр. Кайнат ойле тылсымлы весырлы бір ер. Пек доғры сөзлер, айны тылсымлы весырлы. Достлар, ясыз кайнат ақта мерақлы малюмат білесіз мұ? Білсеңіз, экранларыңызда көрген адреслер бойынша язып йолаңыз. Келіңіз іч симай ағларымызда да субет етейік. Біз ісе декенлейміз. Келечек кейінларға көрушкенше!